Бәріне сәлем. Бүгін біз бірінші жұп ми нерві, иіс сезу нерві, нервус альфакториуске тоқталатын боламыз. Ол мұрын қуысының иіс сезу аймағынан, яғни регио альфакториядан басталады. Және де 15-20 мұнда орналасқан 15-20 майда жіпшелерден тұрады. Бұл жіпшелердің басында рецепторлар орналасады. Бұл рецепторлар мұрынның шырышты қабатына қараған. Және де осы жіңішке жіпшелер ары қарай торлы сүйектің торлы табақшасы, яғни ламина криброса. Мұна тұрған бізде торлы сүйек, осы торлы табақша ламина криброса деп аталады. Немесе мұна суреттен байқасаңыздар болады. Сол арқылы жіпшелер өтіп болғаннан кейін олар бульбус альфакторияға жалғасады. Бульбус альфактория ол нерв жасушаларының жиынтығы, иіс сезу буылтығы деп аталады. Осы жіпшелер бізде мұнда буылтықта орналасқан нерв жасушаларының дендриттерімен жіпшелер байланысады. Ал осы буылтықтың нерв жасушаларының аксондары болатын болса, олар орталыққа бағытталады да иіс сезу жолын, яғни трактус альфакториусты түзеді. Міне. Трактус альфакториус ары қарай бізде иіс сезу үшбұрышына жалғасады. Тригоном альфакториум. Осы иіс сезу үшбұрышынан бізде 3 иіс сезу будасы шығарылады. Бұл будалардың барлығы иіс сезу анализаторы парагиппокамп үлгісіндегі ілмекке жалғасады, ілмекке келіп аяқталады. Яғни ункус гири парагиппокампалиске 3 буда шығарылады. Бірінші буда ол бізде латеральды буда, ең ірі буда ішіндегі. Одан кейін интермедиа, яғни аралық буда, және де үшіншісі ол бізде медиальды буда болып табылады. Латеральды иіс сезу будасы стрия альфактория латералис, ол бізде артқа қарай бағытталады. Ункус гири парагиппокампалистің қыртысында аяқталады, яғни парагиппокамптың ілмегінде аяқталады. Ал бір бөлігін ол бізде бадамша тәрізді денеге немесе ядроға корпус амиглоидеумге береді. Ал медиальды иіс сезу будасы болатын болса, ол бізде осы ми сыңарларының медиальды бетіне қарай бағытталады, және де жаңа сүйелді дененің құс тұмсығының астына қарай бағытталады. Мұнда орналасқан септум пелисидиумге қарай бағытталады, ары қарай форникске, және де осы форникс арқылы бізде мұнда орналасқан фибрия гиппокампи деп аталатын форникстен фибрия гиппокампиге жалғасады да, осы жол арқылы бізде ункус парагиппокампалиске жетеді. Бұл бір бөлігі. Ал талшықтарының екінші бір бөлігі ол бізде таспалық қаттар, мұнда былайынан келіп таспалық қаттар болады. Гирис фациалис деп аталады. Осы гирис фациалис және гирис денталис арқылы ункуске жетеді. Ал аралық буда болатын болса, стрия альфактория интермедиа, ол бізде алдында орналасқан субстанция перфората антериор немесе алдыңғы тесіктелген затта осы нерв жасушаларында аяқталады. Осы аралық тесіктік заттың аксондары арқылы ламина пелисиуда арқылы күмбезге бағытталып, осы күмбезге бағытталады. Мұнда фибрия гиппокампи арқылы ункуске жетеді. Яғни бірінші жұп нервтердің барлығы парагиппокампальды аймақта ілмекте аяқталады, яғни ункуста.